Батыр керек, найза керек заман қалды ғой адыра қалды. Сәдір найзасын құрып айырбастап жылқышы болып кеткен деп Сәдір де өзінің Есенейдің қосына қарап қалған ит өмірінің арызын айтып қойды. Қонақтар Артықбайдың әйеліне де тұра келіп, тұрған бойларында қол алысып амандасты. Шешесінің қасында тұрған Ұлпанды көздерімен ғана жана қойды. Қыз балаға одан артық көңіл аудару ерсілік болатын. Қыз да бұлардың әрқайсына көз қиығын серпе тастап, көзімен ғана амандасты. Сол қарасының өзінде сирек кездесетін сұлулық барын қонақтар түгел сезінді. Қара биесі жоқ үй, қымызы жоқ үй, сары биесіне самауырға ұмтылады. Ұлпан сары жез самауырды көтеріп далаға шығып кетті. Амандық саулықтан кейін Есеней өз кінәсін тезірек жуып тастағысы келіп сөз бастады. Артеке, сіздің бұл араны мекендей бастағаныңызды білмей келіп ұятқа ұрындық. Бұрынғы мекеніңіз бұл жерден көп жоғары болушы еді ғой. Дүзге жақын болатын. Ақсуат еді ол. Биыл осылай қарай ауыстық. Жата жастана естірсін. Құдыққа құлағын құласа, құрбақа құлағында ойнар дегендей бір жайымыз болды. Иесіз жатқан жер дегеннен кейін қалың шұбарға қызығып келіп қалып едік. Сіздің мекендеп отырғаныңызды естіген соң, малдың жарым-жартысын құсмұрынға қарай, жарым-жартысын ішке қарай аудартып жібердім. Бекер-ақ болған екен, көңіл сыйысса, көлдің суы жететін еді ғой. Жоқ, Артеке, Есеней бір кезде жанын алып қалған батырының жерін тартып алыпты деген атаққа қалғым келмейді. Есеней бір қыс қонақтап шығуға көңіл етіп келген екен, кәріш ойнап отбасынан орын бермепті деген атаққа мен қалып жүрсем қалай болар? Сізге сөз келтірмеймін ғой, Артеке. Тым болмаса бір қыс дәмдес болып, ой жазып қалсын десең, шойнақ ағаңды шанаға салып алып, қасқыр қуғаныңды көрсет. Мен үйкүшік болып қалып, дала көрмегелі 15 жыл. Қосыңды әкеліп үйдің қасына тіктір. Осымен екі жағы да бір-бірін ұғынысып болды. Жер жайына енді орала қалса, екі жағына да ұят болар еді. Бір қос жылқының осы арада қыстап шығарына Есенейдің көзі жетті. Есеней қосы қасында болса, тоқшылық боларына Артықбайдың көзі жетті. Артеке, садақ найзаларыңызды әзірлей беріңіз, қыс бойы қасқыр қуармыз. Есікті ашып қойып, садақ тартып нысан атады екен деп естіттім. Құдай бұйырса, қарауылыңызға қасқырда бір ілінер деді. Есеней-ау, басқа ермегім қалды ма менің? Найзаларымды қайрап, оқ жонып ермек етім. Маңайда жан жоқта нысан атам. Кейде оғым нысанаға дәл тиеді, кейде жосып айдалаға кетеді. Биыл қыс баяғын тағы бір қайталармыз ендеше. Алда разы болсын. Қонақтар келіп түскен бетінде аттарын кез келген ағашқа байлай салып еді. Сол есіне түсіп Кенжетай далаға шықты. Аттарды ықтасынға апарып байлағысы келді. Екінші бір үйден қайнаған самауырды көтеріп әкеле жатқан Ұлпанды көріп, самауырды жерге қоя тұршы, қарағым, үйге мен көтеріп апарайын деді қызға тым тез жақындай беріп. Ұлпан самауырды жерге қойды да, жігітім, сен маған қарағым деп сөйлеспейтін бол. Менің Ұлпан деген атым бар. Қазір шай ішіп болған соң, анау бір қалыңның ар жағындағы алаңда арқандаулы кешегі күнге дейін өзің жетелеп жүрген торы ат тұр. Соны әкеліп ерттеп қой. Ер әне жатыр. Енді самауырды үйге алып кір, деді. Кенжетайды ықтата ығыстыра айтты. Самауырды үйге Кенжетай алып кір. Ұлпан соңында келеді екен. Есенейдің іші Ұлпанды Кенжетайдан қызғанып бір қалды. Байдың мырзасындай жақсы киіндіріп қойған кескінді жас жігіт қызбен тіл табысып қала ма деп қызғанды. Бірақ Кенжетайдың жүзінде қыздан ығысқандық белгісі ғана бар еді. Кенжетай қыз бұйрығын орындауға шайға қарамастан қайта шығып кетті. Аттарды бір ықтасынға жайғастырып келейін. Есеней мырза, азғана сауын бие ағытылғаннан кейін мына самауыр деген пысылдақ сарыға қарап қалғамыз. Жарықтық ертелгеш иетте тұрады, деді Артықбай. Қатен, сары биеңді жебей сауғайсың. Есеней, шыдай тұр шалым. Қыс бойы қымыз ішкізермін, деп қала жаздады да, сөздің бетін шайға бұрып кетті. Шайға үйреніп болдық қой. Бұл құрғырды қанып ішпесең тіпті басың ауыратын болды. Бермесеңіз сұрап ішетін еді. Несібел жеңгеміздің ыстық бауырсағын сағынғанымыз да рас, деп Есеней кеңкілдей күлді. Әрине басқалар да күлді. Шайды іше отырып, қанша қарамайын десе де, Есеней көзін қыздан аудыра алмай қойды. Басында күрең барқытпен тыстаған қара елтірі бөрік,
Үстінде сол күрең барқытпен тыстаған жеңіл пұшпақ ішік, күрең барқыт шалбар, белінде күміс жапқан қаптырмалы былғары белдік, аяғында бейкөкшел шоңқайма етік. Қосай калош, бәрі де сандық түбінде жататын бір кер екені танылып тұр. Бәрі де шеше қолынан өткен. Шай құйып отырған қыздың 10 саусағымен беті ғана көрінеді. Сұлулығында, балғындығында паш етпей тежеп ұстайтын қыз болу керек. Әлде сұңғыла қыз жасыра ұстаған сұлулықтың өлтіре қысып тұратынын біле ме екен? Усын толар жуан бұрымының астынан мойнына қараңдайды. Үлбіреген ақ саусақ емес, әрі іске үйре түскен қолдары сенімді де оңтайлы қимылдайды. Есеней қыздың көрінбесін көріп, тінте қарап отыр. Баяғыда құмырсқа шапқан арқасы көз алдына келді. Мақпал қара меңнің тұсында да едәуір айналықтап қалды. Қыз өзі де сұлу, бірақ Есеней оның сұлулығын да, мінезін де, ақылын да өз ойындағы оқ жетпес биіктен асыра көріп отыр. Түн бойы құтырма қара бура, құтырма деп шығып еді. Сол тәубесі қазір де есінде. Ішінен айтып та қояды. Амалы не, өзіне де, көзіне де ие болар алар емес. Бір-екі рет Артықбайдың сұрауларын жауапсыз қалды. Есенейдің көңіліне үлкен бір үтпу үлгенін қыздың шешесіне есібелі байқап қалды. Мүсіреп те сезінді. Тек қыз жүзіне елең кірген жоқ. Шай ішіліп болған соң самауырды орнына қойды да ұлпан шығып кетті. Үй іші ажарынан айырылып, сұрғылт тартып, жүдеп қалды. Осындайда аузына жөні бүтін сөз түспеген жаман. Кеше жігіт болып келіп, бұларды ұялтып кеткен қыздың ерке қылығын айтып, езу тарттыруға болатын еді ғой. Қыз сонда қандай мінез көрсетер еді? Мүмкін қыз аузынан тағы бір қызық сөздер шығар ма еді? Әлде қайтер еді? Ең болмағанда көзін жарқ еткізіп, серпе тастап тура бір қарамас па еді? Таудай Есеней би бола тұра, осындай оп-оңайдың ретін таба алмаған несі? Әлде 60-қа таянып қалған жасы құрғыр көге бере ме? Ұлпан көпке дейін оралған жоқ. Енді оны осы үйге еріксіз сүйреп, тезірек қайтып әкелетін бірдеме ойлап табу керекті. Кенжетай, сен Батырға бір әдемі жыр айтып берші, деді Есеней. Бәрекелді деп Артықбай да мақұлдады. Бұл үйде домбыра да болмай шықты. Кенжетай қамшысын екі бүктеп домбыра етті де сұлу шаш жырын айта жөнелді. Бәт құндыз қыз балаға жарасқандай, тұман жоқ ер жігітке адасқандай, саласын Сартоғайдың мекен еткен, бар екен Қантай атты бір асқанбай. Сұлу шаш Қантайбайдың жалғыз қызы, сипаты хор қызымен таласқандай. Қоңыр дауысты Кенжетай сөз ырғағын, ой салмағын орнына қойып баппен айтады екен. Қантайдың байлығын, әсіресе қызының көркін шарайнаға түсіргендей құлпыртып жырлады. Сұлушаштың айттырып қойған күйеуінің басы таз екен. Сұлушаш оған барғысы келмейді, жиіркенеді, безініп болған. Әке-шешесі қиналыста. Қалың малын алып қойған, қызына да жанашиды. Қыздың Алтай деген сүйген жігіті бар. Ол бай балас емес, еті тірі, талапты жігіт. Жыр бұл екеуін қосуға бейімдейді де қоса алмайды. Кенжетай осы жерінде әлденені өз жанынан қосқысы келгендей қызынып алды. Қыз қайғысын тыңдаушылардың ой санасына шегедей жырлады. Қайтады күз болғанда қарашағаз, айттырған сұлушашты сұр қасқа таз. Қайғысы қаранарға жүк болғандай, мал алған қызын сатып, әкесі мәз. Осы тұста Артықбай батыр өз басындағы қайғысынан хабар бергендей болып, қыз баланы қорғылатын өзіміз ғой деді. Ауыл күрсініп қалды. Даладан қатты шапқан ат дүбірі естілді. Үйдегілер елеңдесіп біріне бір қарады. Жыр да тоқталды. Көп аттың дүбірі жақындап келеді. Иттер азан-қазан. Гүжілдескен еркек дауыстары естіле бастады. Кенжетай кереге басында көлденең асылған найзалардың бірін ала сала аттарына қарай жүгіре жөнелді. Ауыр денелі мосқал батыр Сәдір де бір найзаның қолын алып жөнеле берем дегенде, аттарынан тоқылдай түсіп осы үйге қарай жүгірген адам дыбыстарын танытты да тоқтап қалды. Алдымен үйге Ұлпан жүгіре кірді. Ұялғандай күлімсіреп, әкесінің бас жағына барып керегеге соғылып тоқтады. Оның артынан іле-шала үш еркек кірді. Алдымен кірген түлкі тымақты мысық мұрт, жалынымен шаңырақты жалағысы келгендей, лапылдап жанып тұрған отқа соғылардай болып, атты тоқтады да артында келе жатқан екеуіне: "Сүйреп әкетіңдер, әне тұр", деп Ұлпанды нұсқады. "Әй, сен кепіс ауыз кімді сүйреп әкетесің? Көзіңе қарашы", дегенде Сәдірдің найзасы
мысық мұрттың иегіне тақалып та қалып еді. Қайрап қойған найза ұшы аузынан кіріп желкесінен шыққалы тұрғандай екен. Жігіт қақалып қалғандай сөйлей алмай қалды. Отыр. Жігіт отыра бергенде Сәдір найзаның ұшымен оның басындағы тымағын түйреп алып отқа тастап жіберді. Ұлпанға қарай ұмтылған екі жігіт те қызға қол тигізбей тоқтады. Сәдір ол екеуін де найзасының ұшымен нұсқап алғашқының қасына отырғызды. Даладан тағы екі жігіт кірді. Жалғыз Сәдір найзасын жарқылдата сілтей тұрып 5 жігітті түгел отбасына иіріп тастады. Біреуіне де найзасын тигізген жоқ. Көптен батырлық жыны қорланып жүрген Сәдір Несібеліге қарап: "Көген әкел" деді. Кедейдің бар байлығы үйінің айналасында ғой. Несібелі жүгіре шықты да көгенді жылдам алып келіп, Сәдір жігіттердің бас киімдерін лақтырып жіберіп, шетінен көгендей бастады. "Сенің басыңды отқа үйтіп тұрып, Құдай қосса, өзім мүжитін болармын" деп әуелі үйге бұрын кірген ысық мұртты көгендеді. "Сен де бір жонданып кеткен немекенсің, Құдай қосса, 40 қамшы дүрені өзім соғатын болармын. Сен қара жапалақ үйінде отырғанда қандай мықты екенсің, ә?" Осылай әрқайсысына бір мысқыл айта жүріп, жігіттерді көгендеп болып та, көгеннің екі ұшын екі жақтағы керегеге керіп тастап, өз қылығына өзі масаттанып тұрып қалды. Найзасына сүйеніп, боздай көгенделгендерге жоғарыдан қарап тұр. "Енді Есеней бидің кесімін естисіңдер." Жігіттер төрде отырған дәу шұбардың Есеней би екенін енді біліп, майлы қасықпен төбеге ұрған мысықтай жым болды. Жаугершіліктен, ұрлықтан қолға түскен адамдарды әуелі көгендеп алып қорлаудың да ауыр түрі. Бұл кезде қалып бара жатқан ескілік, көгенге түсіп қайтқан жігітте қадір қасиет қалмайды. Сәдір мына жігіттерге сол қорлықты көрсетіп жатыр. Сәдірдің кепсі ауыз, қара жапалақ дегендерінде де мән бар. Жекпе-жекте болсын, соғыста болсын, қарсыласқан жауыңды солай бір мазақтап, қорлап алсаң, оңай ашуланады. Ашуланған адам ұтылмай, жеңілмей қоймайды. "Бұларың кім өзі? Танисыз ба?" деді Есеней Артықбайға қарап. "Кім болсын, құдаларым болады" деді Артықбай. "Біздің үйдегі сұлу шашты айттырған құдаларым" деп қызына бір қарап қойды. Кедейлік не істетпейді. Бағлан аузында отыратын бір саудагер Түлен дегенмен құда болып едім. Баласы таз ба, мерез бе білмеймін. Әйтеуір Ұлпанжан құлан таза безініп кетті. Шойнақ шалды басынып алып қашуға келгендерін көрмейсің бе? Артықбай тағы да ауыр күрсініп тоқтады. "Болды, Артеке, болды. Аржағын айтпай-ақ қойыңыз, көріп отырмыз. Сәдір, сен мына құдаларды қасыңа апарып қондырып шығарарсың." Кенесары лаңнан кейінгі 15 жылдың ішінде Сәдірдің найзасы жарқылдаған күні осы ғана. Сол 15 жылдың ішінде қойдай көгендеп тұтқын ұстағаны да осы. Алақан қышуы әлі басылған жоқ. Есенейдің көзінше қол іске бара алмай, найзасына сүйеніп зығырдан қайнап тұр еді. Есенейдің бұйрығына қуанып кетті. Құдай қосса, қосқа апарып қамаған соң бір-бірлеп шығарып алып дүрелейтін болар. Бидің кесімі кезінде бола жатар. Оған дейін күздің ұзақ түні Сәдірдің сайрандауына мол жетеді. Сәдір көгендеп алған жігіттерін ағытып, жайдақ атқа екі-екіден мінгізді. Ер тоқымдарын қолдарына құшақтатып қойыпты. Үйге 5 жігіт кірсе, далада аттарын ұстап тұрған тағы 2 жігіт бар екен. Сонымен 6-ауын 3 атқа мінгестіріп, аттардың шылбырын бірге түйіп 7-ші жігітке ұстатты да айдап жүре берді. Ұлпанды айттырған күйеуі Түленнің баласы Мырзаш деген жігіт алдыңғы жылы бір келіп кеткен. Даланың жұпар исан қыған жазғы тұрым еді. Ұлпан Құдайдың жазғанына мойын сұнып, ойында жақсы көру, жек көруден еш нәрсе жоқ, күйеуін көруге ғана ынтығып, шымылдыққа кіріп те қашып шықты. Қыз мұрнына келіп көрмеген жеркеніш иістен жүрегі айнып кетті. Жеңгелері әуелі қашанғы дәстүр бойынша күйеу мен қыздың қолдарын ұстап тұра беріп еді. Ұлпанның алақанына өмір бойы жусам да кетпес бір майлы жылбысқы жабысқандай болды. Сол жабысқақ қыз алақанының есінде әлі бар. Ұлпан әлі жеркенеді. Есіне түсіп кетсе, қолдарының сабынды көпіртіп тағы бір жуып алады. Содан кейін құдалардың арасы шалғайлана берді. Саудагер ұл баласы жоқ шойнақ шалды басынып, әуелі қалыңға берген 5 қолынды биемді қайырып берді. Артықбай онысын дұрыс көріп көніп еді. 5 биенің 10 жылдан бергі өсімін сұрады. Оның өзі Артықбайдың маңдайына бітіп көрмеген көп жылқы болып шығады екен.
Артықбай қалың малға алған 5 құлынды биені қайырды да өсім дауынан әлі құтыла алған жоқ. Аяғында алысырақ жерге көшіп кетіп құтылам ба деп еді. Түлен қуып аяқ қыздың өзін тартып әкетуге жігіттерін жіберіпті. Бұл жанжалдың үстінен шыққанына Есеней қуанып отыр. Ұлпанның басы бос екен. Ертең айып қиыбын табындата салып, бет бақтырмайтын кесім айтады да құдаларды айдап тастайды. Көнбей көрсін, ол аз болса, бір қос жылқысын сол түлен қудың жеріне апарып қыстатады. Ұлпан басында кешегі тымағы, үстінде жеңіл шықтың сыртынан киген түйе жүншекпен орнынан қозғала алмайтын әкесіне қорғалаған күйінде ұзақ тұрып қалды. Қорыққаннан қуаң тартқан, қорыққанына ұялғаннан күлімсіреген қалпы бар. Күндегі әдеті бойынша іңір кезінде азғана жылқысын шарбаққа келіп қамап, таң ата өргізіп жіберуші еді. Кенжетайға ат ерттеуді тапсырғандағы себебі сол болатын. Ұлпан жайылып жүрген жылқысын жинай бергенде, ағаш арасынан 2 салтатты шыға келіп, бұл кімнің жылқысы деп сұрады. Біздің үйдікі. Түнге қарай ағаш арасынан шыға келген адамдарды ең берісі ұрыға балап, Ұлпан жылқысын қиқу салып қуа жөнелді. Қыз даусы танылып қалып, ағаш арасынан соның өзі, ұмтыл, ұста деген дауыстар жақындай берді. Онсыз да сақтанып келе жатқан қыз жылқысын тастай беріп, ауылына қарай бір аттады. Арт жағында қуғыншылар, Ұлпан олардан оқ бойы бұрын келіп жетті. Сәдір жігіттерді айдап әкеткен соң, Ұлпан әкесінің қасына отыра кетті де жылай бастады. Қонақтарына арызын айтқандай өксіп жылап отыр. Не деген қорлық, бұл күнге дейін ешкім бетіне қарсы келіп көрмеген, ерке өскен Ұлпан малға сатылып кете беретін көп қыздың бірі екен-ау. Үйде қонақтар болмаса ғой, әлгі жігіттер мұны байлап матап алады да кетеді. Аппаратта Сасық Мырзаштың қойнына салады. Содан соң жата бер, іріп-шіріп. Көне бер, өле бер. Ұлпанның тұла бойы тітіркеніп кетті. Бала мінезді болушы еді, қатты қорыққан екен, жас балаша жылады. Ерке болса да ер мінезді болушы еді, қорланып жылады. Үйіне қадірлі қонақтар келген күні ұятқа ұшырап қалдым-ау деп ұялғаннан жылады. Есеней Мүсірепке қарады. Бірдеме айтып оқысаңшы дегенде еді. Мүсіреп бірдеме айтуға өзде асығып, Есенейдің иек көтеруін күтіп отыр екен, сөзін тез бастап кетті. Қарағым Ұлпанжан, басыңа түскен бір бәледен құтылдым. Енді бір жола құтылдым. Жылама. Бұл үйге деген ниетіміз таза екен. Қорлық зорлықтың үстіне кездестік. Енді ол бәле сенің басыңа қайтып оралмайды. Артекем мен Несібел жеңгемізден туған жалғыз асыл перзентін қайда жүрсек те қорғап жүрерміз. Ешкімнің тісі бата алмас бұл үйге. Бағың ашылар қарағым. Теңіне кездесерсің әлі. Жылама. Бұл арада 40 үйге жақын күрлеуіп бармыз, деді Артықбай. Жазға қарай бір ауыл болып отырамыз да, қысқа қарай ағаштың қойнауын қуалап, қалыңын паналап бытырап кетеміз. Бүгін сендер келмегенде күніміз қараң еді. Есеней, сен жылқыңды ешқайда аударма. Өз қосыңды қасыма келіп қондыр. Артекесі нені қаласаңыз да қолыңызды қақпаспын. Бірақ енді құдаңнан қауіп етпей қойыңыз. Мен қосымды сол құдаңның ауылына жақындатып апарып қондырсам қандай болар деп ойлап отырмын. Ойбай-ау, онда саудагер сұмды бір жола туралатып кетесің ғой. Тураласа жатсын. Рұқсат етсеңіз, Сәдірдің қосын осы маңайға көшірер едім. Жылқыңызды Сәдірдің қосына қосып жіберсеңіз, Ұлпанжан да қысқы суықта түнделетіп шапқылап жүрмес еді. Болды, Есенейжан, болды. Маған Сәдірден артық жолдастың керек жоқ. Ұлпан осы арада ғана езу тартты. Қонақтар кешкі тамақтан кейін аттанып кетті.